Сәлем менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз бірінші тарау бойынша Активити book, яғни жұмыс дәптерін орындайтын боламыз. Олай болса, Unit 1, Animals on page 4. Активити book, жұмыс дәптер кітабымыздың 4-ші бетін бірінші тарауын ашамыз. Жан-жануарлар тақырыбын өткен болатынбыз, оқушылар. Енді жұмыс дәптерге қараймыз. Exercise 1, бірінші тапсырманы орындайықшы бірге. Exercise 1. Which animal is it? Read, choose and draw. Яғни астында жұмбақ ретінде жасырылған. Біз оны оқып, қандай жануар екенін табуымыз керек, және соның суретін салып қоятын боламыз. Бірінші, I am a bird, but I can't fly. I love fish. Мен құспын, бірақ ұша алмаймын. Мен балықты жақсы көремін дейді. Ол бізде қандай жануар? Penguin, yes? Okay, next. I am a mammal. I live on land. I have got big nose. Мен сүтқоректімін дейді. Мен жерде өмір сүремін, және менің үлкен мұрным бар дейді. Ол қандай жануар, кәнекей балалар? Ол бізде elephant, дұрыс біл. Және соңғысы, I am a reptile. I haven't got any legs. Мен бауырмен жорғалаушымын, менің аяқтарым жоқ дейді. Ол бізде snake, жарайсыңдар оқушылар. Осылай бірінші тапсырманы орындап алады екенбіз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Label the picture. Суретке қарап қойып шығу керек бізде. Мына жерде жылан берілген, Бірінші, жыланның не көріп тұрмыз біз? Tongue, тілін көріп тұрмыз. Tongue. Екінші, eyes, көздері, eyes. Үшінші, plants. Plants, өсімдіктер. Төртінші, tail, құйрығы. Және бесінші, eggs, жұмыртқа көріп тұрмыз, оқушылар. Дұрыс, жарайсыңдар. Енді келесі бетті ашамыз. On page 5, exercise 3. Бесінші беттегі үшінші тапсырмаға қараймыз, оқушылар. Do the crossword puzzle. Бұл жерде crossword сөз жұмбақ берілген екен, Біз суретке қарап отырып, сөз жұмбақты толтыруымыз қажет екен. Бірінші бізде ear сөзі шығады, құлақтар. Екінші, hair сөзі шығады, шаш. Үшінші, mouth, яғни ауыз. Төртінші, legs, аяқтар. Бесінші, бізде eyes, көздер. Алтыншы, hands, қолдар. Жетінші, nose, мұрын. Және сегізінші, head, бас деген сөздер шығады екен. Сөз жұмбаққа тура осылай жазып қояды екенбіз, оқушылар. Келесі жарайсыңдар. Exercise 4. Read and match, then color. Оқы, белгіле және боя дейді. Бұл жерде де оқушылар жасырынбақ ретінде берілген. Біз қазір оны тауып, суретін бояу керек екенбіз, Бірінші орындап қойыпты. It's got 5 legs, it's green. Яғни 5 аяғы бар, жап-жасыл. Ол не бізде? Ол бізде B суретінде, Келесі екінші. It's got 2 heads, it's a purple. Екі басы бар, түсі күлгін дейді. Ол бізде A суреті, Келесі үшінші. It's got 6 eyes, it's blue with green hands. Яғни оның 6 көзі бар, және көк, it's blue, ол көк, және жасыл қолдары бар дейді, Ол бізде C суреті. Және төртінші, it's got 1 big mouth, it's red with the blue nose дейді. Оның үлкен аузы бар дейді, және қызыл, түсі қызыл, көк түсті мұрны бар дейді, Ол бізде D суретімен сәйкес келеді екен, оқушылар. Тура осылай жазып алады екенбіз, Енді келесі соңғы тапсырма make sentences. Сөйлемдердің орын ауысып кеткен, біз дұрыс орын қойып, яғни ережеде өткенде have got, has got структурасын қойып, дұрыс орнына жазып шығу керек екенбіз, Бірінші жазып қойыпты, I have got 2 legs. Екінші сөйлем, we have got red hair. Үшінші, they have got green eyes. Төртінші, he's got a big mouth. Бесінші, you have got big hands. Және соңғысы, she's got a big head деп сөйлемдерді толық дұрыс жазып алады екенбіз, оқушылар. Жарайсыңдар, барлық тапсырмаларды орындап болдық. Каналға тіркеліп аламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.